Жоқ, осы жерде бір сұрақ туып тұр, Ереке сізге. Енді қанша мән жаздыңыз? Темір тұлпар туралы. Ауыл туралы. Ауыл Махаббат туралы. Махаббат туралы. Патриоттық әндеріңіз де бар мысалы. Сіз жырламаған тақырып қалған жоқ негізі. Бірақ енді қазір енді барлығымыз салауатты өмір салтын қолдап, елбасымыздың айтқан жаңағы бастамасы бойынша Жанатбек мінекей 6 ай болды, жаңағы спорт залға барып жүр, айына 1 рет болса да. Мен де барып қоям, иә. Соның барлығы енді жастардың барлығы жаңағы салауатты өмір салтына ұмтылып жатқанда сіздің мынау Шымкенттің сырасы деген әніңізді түсінбедік. Соны түсінгіміз келеді. Түсінгіміз келеді. Ана сыра мөлдіреп, көпіріп тұрған кезде сол әнді айтып жіберіп кейде болады же, бірақ енді оны қайда барамызды білмей қаламыз ба, спорт залға барамыз ба, жоқ сол сыраға барамыз ба? Соны қалай шықты, не екен соны? Не? Жоқ, көп адамның көкейінде жүрген әңгіме. Өйткені бейдеді, сонда енді басқа, енді неге ол лимонад туралы шығармайды дейді? Неге ол сүт туралы шығармайды? Иә, емаса пряник туралы, коржик туралы шығармайды. Неге Шымкенттің салқын сырасы деп? Шымкенттің салқын сырасы жетпей жатқандағылар, ауылдағылар сұрақ қойып жатыр. Ал. Жанатбек енді, бұл сыра біздің Қазақстанның сырасы. Біздің Шымкентте шығады. Бұл как мұсылманский сыра десек те болады. Мұсылманский колбаса деген сияқты. Халал деген сияқты. Сөз тапқанға қолға жоқ дейді.